Абай Құнанбаев, бірінші қара сөз. Біз бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді бел ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын білдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны біле алмай, өзім де қайрамын. Ел бағу. Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз итке ұшыраймын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағымын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу. Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, тілемсектердің азығын бағамын деп, қалған аз ғана өмірімді қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу. Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер кісі жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың. Ерсіз күнсізде кеземені жайып сал, қолыңа кезін алып отырғаның не пайдасы бар? Сырласып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Балаларды бағу. Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын. Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Не болсын деп бағайын. Қайда бар, не қылдерімді біле алмай отырмын. Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді ақ қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.